Хей-йоу, ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Видеоны сразу бастайық, жаңағы Расул деген балаға очкиді сатып жібердім. Ал мұнда келесі осы Бека Гоя Софт деген бала, яғни Бека деген бала маған осындай номерный знактарды 001 ТТ деген номерный знак 666, яғни қазақский номер және де блэкпастағы скиндарды берді. Саған бүгінгі видеоны көріп отырсаң, рахмет Бека. Бека Гоя Софт деген бала осындай қайтадан скиндарды, аксессуарларды және де номерный знактарды берді. Саған от души тағы да Бека. Календардан гольф деген машина берді. Мынаның байқағаным, только винил новыйдан қосқан, и сосын дым басқа жоқ, және де гол, обычный голдан ешқандай айырмашылығы жоқ екен. Қазір гаражға кіріп, сразу гараж деген команда арқылы машинаны жаңағы гольфті шығарып аламыз. Гол, все. Енді ананы шығарамыз да, госқа сипат ететін боламыз. Не болмаса, қазір технично бір көріп жіберейік, қалай қаншаға жүретін, салонын сәл-пәл ауыстырыпты. Ал енді, мынамен сәл-пәл жүріп келейік. Міне Арман деген бала отырсын, Муслим Экстизи деген. Ал ендеше біз кеттік. Қазір көріп жіберейік, қаншаға баратын, ал бізде бастайлық. Мынаның паги внешкасы сәл-пәл құртып тұр екенше. Қарап тұрсаңыздар, сәл-пәл құртып тұр. Және де бұның астында, андайда жүрген кезде қатты соғып көріп тұрсыздар ғой, слишком асы төмен. И сосын жүреміз, қараңыздар қаншаға жүреткенін, және де спортқа қойсаң қаншаға қоятынын қазір қарап жүрейік. Спорттан еш айырмашылығы жоқ деп ойлаймын, себебі спортта сәл-пәл 10 хотя бы қосып жібереді скорості. Ал мұнда уже 200-ге жетіп алды, база жоқ. Менің ойымша мынау 300-ге жетпейді ау, сәл 250-ге жетіп тұр ау. 250-ге жетіп тұр. Ал бұның государствосы, яғни гос бағасы 700 мың рубль. Қазір осымен басып, көріп жіберек, қалай қатты жүре ма, нормально жүре ма, барлығын құртып тұрған только внешка деп ойлаймын өз басым. Просто скорості қарасақ, скорості нормально, по идее. Қазір жүріп қайтайық нормально. Давай, кәне көрейік. 230-ға уже келдік. 250-ге барам екен. О, достар, 250-ге барды. Нам скорость жағы нормально, спортқа қойсан тоже нормально, просто внешкасы құртып тұр ғой бәрін. Фамадағы домның государствосы, яғни ақшасын төлеуді ұмытып кеттім. Арендасын төлеу ұмытып кеткем, и сосын, қайтадан төлеп қойдым. Енді 7-де 7 күн деп тұр. Гаражға төлене ма, төлемей ма, білмеймін. Ол доммен бірге тұрғасын төленіп кететін шығар деп ойлаймын. Және де достар, мұнда осы Леоны 1 миллионға сатып жатырмын. Семьядағы домды әзер-пәзер 10 миллионға сатып жатырмын, 10 миллион 100 мыңға. Ақша керек болып отыр. Неге десеңдер, новый дом аламыз деп шештік. Мұнда потому что демчиктер көп, бірақ сонда да оларды негізі қырып кетуші едік, казахский мафия деген фаманы. И все, 10 миллион дұрыс па, қазір қарап жүрейік. Все, достар, домды саттық. Біздің қалтамызда 10 миллион 190 мың бар, а мұны походу перекупчик болып шығады ғой, Еш пысқанынан инкассатор текеткеміз ғой, ал бұл бізде бірінші ходка, екінші ходка, үшінші ходка, және төртінші ходка. Бұл бізде уже инкассатор жұмысын біз аяқтадық. Енді арғарай видеоны жалғастыра берсек болады. Түрмеге түсіп қағасын ғой, қазір календардан маған стандартный кейс беріп жатыр екен, осыны қазір бір рет ашып жіберейік. Ал стандартный кейсті забрать етеміз қазір, и все. Стандартный кейсті забрать етеміз, и қазір қайттан басамыз, все. Енді қазір оны ашатын боламыз. Енді біздің қалтамызда 10 миллион 200 мың бар. Қазір осыны ашып жіберейік, нормально бір нәрсе түссе, енді кайф болшыды. И открытті қазір басамыз, нормально арымын жасап жіберейік, бір нормально нәрсе түссе екен, но скин түспесе екен. Енді скиндер түспесе, ал подтвердить басып жібереміз, и пропустить анимацию өшіреміз. Так, и резко басамыз, и бізге достар, блэккоин түсті. Қанша блэккоин? 600 блэккоин түсті. И достар, осының арқасында біз келесі блэкпасты, не болмаса бүгінгі блэкпасты аламыз. Кейс бойынша ашып едік. Осы кабанды беріп жатыр. Қазір бұны ашып жібереміз. И все, бізге 90 мың рубль түсті. Енді қазір тағы бір рет ашып жіберейік. И ашамыз, бізге осындай көлік түсті. Бұны распить етем ба? Жоқ, распить етпей қойын, госқа сыйлат етейін. С нуля ақша керек болып отыр. Сосын достар, алдыңғы видеодағылардың видеолары, оны салуды ұмытып кеткен болатынмын. Сол үшін осы жерге қойдым. И қарап жібереміз.
И, короче, барамыз да, гараж дегенді, слэш гараж дейміз да, изменить, доставить транспорт, двенашканы бірінші шығарып, госқа сибать ететін боламыз. Қазір далаға шығарып алайық. Сосын осы жерде біз видеоны аяқтаймыз. Сіздерге скоростьпен последний жерін көрсетіп жіберейін. Қызық болуы үшін, себебі мұнда ары қарай там госқа сливать етемін, сіздерге қызық емес болады.